Бүгін Алматыда мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі ғалым, геолог Қаратай Тұрысовтың туғанына 80 жыл толуына орай геологиялық кластердің дамуы мен проблемалары, білім, ғылым, өндіріс тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ұйымдастыруымен өткен конференцияға еліміздің жетекші геологтары мен мұнайшылары және білікті ғалымдар қатысты. Парламент депутаттары, геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің өкілдері, сондай-ақ осы салада жұмыс істеп жүрген компаниялардың өкілдері де баяндама жасады. Осы салада еңбек етіп жүрген тәжірибелі мамандар геология ғылымының дамуы, ол ел дамуының кепілі екенін айтады. Бұл мәселені мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында ерекше атап өтті. Президент геология ғылымына еліміздің индустриалды инновациялық дамуы үшін пайдалы қазбаларының қорын толтыруға, ғылыми негіз жасап, біліктілігі жоғары маман даярлау, геология саласындағы түрлі ақпараттарды жүйелі түрде талдау міндетін қойды. Осы арқылы жаңа пайдалы қазба кен орындарын тауып, бәрі бағалап, оны ел игілігіне жұмсау керектігін айтты. Жаңа технологияларға көшуіміз керек, жаңа мамандарды дайындауымыз керек, халықаралық деңгейде ғылыми жұмыстарды жүргізуіміз керек. Биылға қабылданған жолдауда да ең негізгі біздің дамуымыз, мемлекетіміздің дамуы, елдің әлеуетін жақсарту, елдің тұрмысын жақсарту, елдің өмірінің сапасын жақсарту қазір технологиямен тығыз байланысты болмақ. Ал соның бәрін жасайтын кім? Осы адамдар. Оны жасайтын осы біздің, мысалы осы университеттің қабырғасынан білім алып жүрген жастар, студенттер.